Ақында шыққан, батырда шыққан, құт қонған киелі құлан мекені. Тұрар Рысқұлов ауданы таланттарға кемде емес. Соның бірі Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, қаламы қуатты ақын Шырын Мамасерікова. Бүгін ақынның өмірі мен шығармашылық жайында толық танысу мақсатында Тұрар Рысқұлов ауданы кітапхана ұжымы арнайы Меркі ауданына ат басын бұрдық. Шырын Мамасерікова. Ол 1945 жылы 1 қаңтарда Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданындағы Жалпақсаз ауылында туған. Каменка орта мектебінің 7 сыныбын бітірген соң Жамбыл педучилищесінде оқыды. 1963-1967 жылдары Алматыдағы Қазақ педагогикалық институтының филология факультетін бітірген. 1997 жылы Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі төсбелгісімен, 2000 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен ерен еңбегі медалімен, 2001 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығы, 2016 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 25 жыл медальдарымен наградталды. Ұғуға тырысқан заманның сырын, айдарлы, ақ маңдай ақынсың Шырын. Ұлтыңның мұңынан аспасың өзіңнің мұңын. Бұдан соң тек қана шаттықтан шалқысың нұрын деп. Шырынды жұбатқан Мұхтар Шаханов сынды қазақтың көрнекті ақын жазушылары Фариза Оңғарсынова, Күләш Ахметова, Әбіш Кекілбаевтар өз қолтаңбаларын қалдырды. Кітап деген ол керемет. Барлығына Шекспирдің сөзі бар. Маған кітап тақтан да қымбат дейтін. Сол патша болмаса да, жаңағы батыр болмаса да, Шекспир міне өзінің шығармалары арқылы қаншама жылдан бері қарата өмір сүріп халық есінде сақталып келе жатыр. Болашақта да сақталады. Арманым пенде ретінде 2 немеремнің адам болып, қатарынан қалмай, озып кетпесе де ортасында жүріп, еліне, халқына қалаулы азамат болып өсіп, өз орнын тапса. 1986 жылдан зейнетке шыққанға дейін Меркі аудандық тарихи өлкетану музейінде директор қызметін атқарған. Осы музейдің ашылғаннан бастап 17 жыл сол музейде жұмыс істеп, сол жерден зейнетке шықтым. Бақыт деген кітабымды атын Фариза Оңғарсынова, осы 2 ат тұр маған, біреу қайырлы таң. Өлең қайырлы таң деген өлең бар. Соның екіншісі Бақыт деген немеремнің аты еді. Фариза, ай Шырын деді. Біз кеткеннен кейін де қайырлы таң болады, біздің кезімізде де қайырлы таң бұрында болған. Ол таң атады, күн батады, ішіне жүріп. Ана немерем қуанып қалады ғой. Бақыт деген атты қой деп соның қойғызған аты. Шырын Мамасерікова. Ол ақын ғана емес, айтыскер ақын. Бірнеше дүркін аудандық, облыстық, республикалық ақындар айтысының жүлдегері атанды. Айтыстары баспасөзде жарияланды. Мен туған жерім ғой. 2 қанатым, біреуі Меркі, біреуі Мұғалой. Осы музейімізден апамыз 17 жыл директор болған. Музей басында жүрген. Алғашқы тұңғыш президентіміз Назарбаев келген кезде де апамыз қарсы алып 45 минут экскурсия жүргізген. Түсірілім барысында Шырын апамыз өзінің жылы естеліктері мен әңгімелерін айтып, туған жері құланға арнаған өлеңін оқып берді. Жәннатым болған құланым, қанатым болған құланым, сапарға шықсам келгенше сағынып сені тұрамын. Өленді өмірім деп білген ақын Шырын Мамасеріковамен кездесу барысында ол өзгелерден өзгеше, табиғаттан ерек болып туылған жазба ақын, айтыскер ақын, бақытты ана, аяулы әже. Оған қандай құрмет көрсетсек де жарасады. Шырын апамыздың өлеңдері мен шығармаларын білу біздің басты мақсатымыз. Әрбір жанға рухани нәр берері анық. Түсірілімнің негізгі мақсаты да осы болған.